Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрбанова Асия. Бүгін сіздермен бірге біз цистит туралы айтамыз. Көптеген осы қыз-келіншектерде кездесетін ауру бұл цистит болып келеді. Ал цистит дегеніміз не? Цистит дегеніміз біздің қуықтың ішінің воспалениясы. Яғни қуықтың воспалениясы бізде бактерия тудырып тұр. Бактерияның нәтижесінде болатын қуықтың воспалениясы, яғни қабынуы деп айтамыз. Бұл бактерия қайдан кіреді? Бактерия сырттан және ішкі ортадан кіреді. Яғни ішкі деп отырғанымыз бүйректің өзіндік ауруларының нәтижесінде қуыққа келіп бактериялар түседі. Осының нәтижесінде воспаление туындап, біздің кіші дәретке шығуымыз қиындайды. Ал сырттан деп отырғанымыз, яғни сыртқы ортадан бактериялардың ішке қарай енуі, яғни қуыққа қарай енуі болып саналады. Ал сырттан енуінің себептері қандай? Не себептен ол сырттан туындайды? Жалпы бізде қуық пен зәр шығаратын тесік арасында уретра болады. Осы уретра әйел адамдарда қысқа болып, ер адамдарда ұзын болып келеді. Осының нәтижесінде көбінесе циститпен әйел адамдар ауырады. Яғни инфекция әйел адамдарда сосын тік-тіке болады. Сол тіке болғанның нәтижесінде инфекциялар, яғни бактериялар прямой қуыққа барып түседі. Ал ер адамдарда ол ана жолмен барам дегенше, қуыққа ұзын жолмен жетем дегенше, ол кіші дәретпен кейін қарай шығып кетеді. Сондықтан әйел адам көбінесе осы циститпен ауырады. Сонымен қатар, кейбір әйел адамдар бар, мен дейтін таңертең бардым, таңертеңнен кейін мен әлі шыдап жүрмін, менің қуығым молодец деп айтып жүреді. Бұндай әйелдерде цистит міндетті түрде болады. Өйткені ұзақ уақыт кіші дәретті қуықты жинау бұл циститке алып келеді. Яғни сіз оның ішіне жиналған қуықта жиналған несепті сыртқа шығарған жоқсыз. Соның нәтижесінде ана жердегі инфекциялар жоғарыға көтеріле береді. Яғни сіз жиі кіші дәретке баратын болсаңыз, онда жаңағы уретраның бойындағы инфекцияларды сыртқа бірге шығарып жібересіз. Сол сыртқа шықпаған нәтижесінде ұзақ кіші дәретке бармайтын келіншектерде инфекция жоғары қарай қуыққа қарай жетеді. Сондықтан жиі кіші дәретке барып тұру қажет. Келесі, әйел адамдарда ұзақ уақытқа дейін прокладканы ауыстырмау нәтижесінде болады. Және де мына ежедневкаларды киюдің нәтижесінен. Ежедневкалар бұлар самый бактерияның жақсы көретін мекендейтін жері. Ежедневка ауа жібермейді. Осының нәтижесінде бактериялар бірден қуыққа қарай жетеді. Тек қана іш киім таңдаған кезде ХБ материалда болуы қажет. Өйткені ол жер тынысталып отыру керек. Жалпы біздің денеміз тынысталуы қажет. Сондықтан ХБ материалдағы киімді таңдаған дұрыс. Тағы да бір себебі, жуынған кезде дұрыс жуынбаймыз. Яғни арттан алдыға қарай жуынамыз, Бұның нәтижесінде біз бүкіл инфекцияны алдыға келіп алып келеміз. Сондықтан бізде қуықта цистит пайда болады. Сол үшін алдыдан артқа қарай жуынуымыз қажет. Мысалға, сіз циститпен келіп ауырып қалдыңыз, таң атпай тұрдыңыз, кіші дәретке барайын дедіңіз. Вроде кіші дәретке отырған сияқтысыз, бірақ жартылай шықпай қалды. Қатты ауырсындыңыз. Не істейсіз? Мамаңызға барып айтасыз, мамаңыз айтады, мен осы дәріні ішіп едім, маған жақсы көмектесті деп бір антибиотикті береді. Сіз ішіп алдыңыз антибиотикті, вроде жақсарды, нормально, все болды, кете бересіз. Әрі қарай жұмысыңызды, өміріңізді жалғастырасыз. Ал бізде антибиотик ол курспен ішілетін, антибактериальный терапия жүргізілетін ем болып саналады. Ал сіз бір ғана антибиотикпен жазылдым деген ол дұрыс емес. Цистит кезінде антибиотикті ұзақ ішуіміз керек. Яғни біз мына қуықтағы жиналған бактерияларды өлтіріп, ол жерге өзімізге барьер түзуіміз қажет. Яғни келесі бактериялар енбеуіне, келесте қайталанбауы үшін. Ал жаңағыдай бір антибиотик ішіп аламыз, келесте тағы да жұқа колготки киіп шыққан кезде, немесе бір салқыннан нәски кимегеннен келеді, тағы да қуығымыз ұстап қалады. Осы керек па бізге? Керек емес. Сондықтан біз антибиотикті ұзақ кәдімгі терапия ретінде алуымыз қажет. Кәдімгідей үйде жатып, больничный алып, справка алып, үйде жатып емделуіміз қажет. Ал цистит сізде қайталанды делік. Мысалы, цистит сіз алдында ауырдыңыз, міне тағы да қайталанды. Сіз уже білесіз, сізде цистит қайталанатын. Сондықтан анализ для мочи деген аптекада бар ғой, соны үйге толтырып әкеліп қоямыз. Сізде цистит ұсталған кезде сіз
таңертең ұсталады көбіне осы цистит. Дәретханаға барасыз, анализ тапсыруымыз қажет. Яғни дәретханаға барып, біз астымызды жуып, тазалап, одан кейін мочаның алдыңғы бөлігін жібереміз, ортаңғы бөлігін келіп жинаймыз. Анализді жинап, одан кейін барып лабораторияға тапсырамыз. Лаборатория ол бак лабораторияға тапсырамыз. Жаңағы инвиво, алим дегендер ондай анализдерді алмайды. Бак лаборатория, яғни бактериологический лабораториялар ғана жинайды. Сондай лабораторияға барып апарамызда бакпасев мочи деген анализ түріне барып тапсырамыз. Бұл анализ өте қымбатта емес, осы анализді тапсырып кетеміз. Бұл анализдің қорытындысы бізде 3 күннен кейін шығады. Ал сіз 3 күнге дейін не істейсіз? Ауырып жата бермейсіз ғой. Не істейміз? Егер де сіз анализ тапсырардың алдында антибиотик ішіп қойған болсаңыз, онда сіз анализ тапсырмайсыз. Яғни 14 күннен кейін барып тапсырасыз. Оған дейін тапсыруға болмайды, потому что сіздің мочаңызда ештеңе көрінбейді. Енді қараңыз, сіз анализ тапсырдыңыз, оған дейін сіз қалай шыдайсыз? Бұрын сізге көмектескен антибиотикті ішуге сізге тура келеді. Яғни ол антибиотик тек бір-ақ рет ішпейсіз, антибиотик емі бұл кезде 10-14 күнге дейін созылады. Осы күн аралығына 3 күнге дейін ішесіз. Енді сіздің анализіңіз қорытындысы келді. Сізде ауырсыну әлі басылған жоқ, бірақ. Ауырсыну басылмаса, осы жаңағы анализдің қорытындысын урологке апарып, сол бойынша ем жүргізесіз. Ал егерде сізде ауырсыну басылып қалса, онда общий анализ мочи тапсырасыз. Сіз дәрін 3 күн іштіңіз, ауру басылып қалды. Енді не істейсіз? Общий анализ мочи тапсырасыз. Зәрдің жалпы қан талдауын тапсырасыз. Тапсырғаннан кейін сізге результаты шығады. Результатта егерде лейкоциттер қалыпты жағдайда болса, жаңа ішіп жатқан антибиотикті жалғастыра бересіз. Ал егер лейкоциттің көлемі жоғарылап кеткен болса, онда жаңағы бакпасев мочидағы анализді алып, урологке барып, сол бойынша лечение жүргізесіз. Енді сіз жаңағы результатыңызды алып, урологке бардық делік. Уролог алып, сіздің анализдеріңізді талдау жасап, сізге қажетті, сіздің осы жаңағы моча тапсырдыңыз, бакпасев деп, оны 3 күн бойы екті, қандай бактерияға төзімді, қандай бактерияға төзімсіз екенін қарады ғой. Сол бойынша сізге антибиотик жазып береді, лечение жазады, яғни курс лечение жазып береді, яғни 10-14 күнге дейін сіз ішетін антибиотик жазып береді. Ана жердегі бактерияны толық бірден өлтіріп тастау қажет. Осының нәтижесінде сіз өзіңізде болған созылмалы циститіңізді кетіресіз, яғни осымен стоп қоясыз, яғни хронический циститке. Сіз лечение жасадыңыз, вроде бәрі жақсарды. Енді қарасаңыз, қайттан келіп ауырасыз. Циститпен ауырдық делік. Ол кезде не істейсіз? Сіз урологке қайттан барасыз, барып цистоскопия деген бар, барлық урологта. 10 минут қана алады, сонымен тексеріс жүргізесіз. Ешқандай наркоз, ешқандай обезболивающий керек емес, оған тек 10 минутта ғана сіздің қолыңызды қарап береді. Мүмкін сізде лейкоплакия, немесе кистозный цистит деген болады. Может интерстициальный цистит, немесе гиперактивный мочевой пузырь сияқты неше түрлі ауру болуы мүмкін. Қайсы екенін сіз цистоскопия арқылы анықтап білуіңіз қажет. Яғни урологке айтасыз, мені цистоскопия арқылы қараңыз деп. Сол кезде сіздің қолыңызды қарап, не бар екенін сізге айтып береді. Цистит кезінде не істеуіміз қажет? Біріншіден, суды көп мөлшерде ішуіміз керек. Кіші дәретке жиі барып, уретраның бойындағы бактерияларды сыртқа шығарып тастап отыруымыз қажет. Үшіншіден, антибиотик терапиясын ұзақ курста аламыз. Хронический циститке ауысқан жағдайда бакпасев мочи тапсырамыз, бірақ анализ тапсырудың алдында антибиотик ішпейміз. Антибиотик ішіп қойсаңыз, 14 күннен кейін барып тапсыру. Курс лечения алғаннан кейін сізде ауырсыну болатын болса, онда цистоскопияға жасатамыз, урологке барамыз. Ал егер сізде сырттан емес, іштен пайда болған бактерияның нәтижесінен болатын болса, онда біз бүйректі емдейміз. УЗИ түсіріп, біз нефрологке баруымыз қажет. Осы арқылы біз циститтен құтылуымыз керек.
бір ғана антибиотик циститті мәңгі бақи құртпайды. Сондықтан өз денсаулығымыз өзімізге қажет, өзімізді қарауымыз керек. Жақсы ма? Берген мәліметтерім сіздерге полезный болатын болса, онда лайк басып, комментарий жазып, каналыма міндетті түрде тіркеліп кеттіңіздер. Ана мен бала тақырыбында барлық өзекті тақырыптар менің каналымда. Колокольчикті басып кеттіңіздер.